Хайырлы күн достар. Біз бүгін дәл осындай дәмді әрі тез жазылатын фунчозаның рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны қарамас бұрын маған подписка жасауды ұмытпаңыз. Әркім өзінің қалауына қарай ингредиенттер қосса болады. Мендегі ингредиенттер дәл міне осындай. Ең алдымен бізде чесноктың мынандай стрелкасы керек болады. Мен міндетті түрде осындай қосамын. Одан кейін ет пен чеснок, пияз, сәбіз және де болгар бұрышы. Болгар бұрышы менде 2 данадан дәл осындай ұзынша етіп турадым. 3 дана қияр қажет болады. Алдымен ыстық табамызға жақсылап отырып, мөлшеріне қарай сұйық май құйып алатын боламыз. Майымыз әбден қызғаннан кейін ет пен чеснокты бірге салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Екі-үш минутқа қақпағын жауып бұқтыратын боламыз. Қалауларыңызға қарай соя тұздығын қосасыздар. Мен бұл жерде 2 қасық соя тұздығын қостым, өйткені бұның алдында мен тұз қосқан болатын. Бұдан көп қосатын болсам, соя тұздығы мен тұз араласып, тұзы өте ащы болып кетуі мүмкін. Жақсылап тұрып араластырып аламыз.
болгар бурушубузду салатын болобуз. Болгар бурушун эң соңуна эт пыстау деген кезде, эт писип дайын болду деген кезде саласыздар. Өйткөнү болгар бурушу тез писип кетүүнүне байланыштуу жумсак болуп кетпөө үчүн эң соңунан салып, жай гана акырын отто коюп кууруп аласыздар. Болгар бурушубуз куурулганча стеклянный лапшамызды сууга быктырып коятын боламыз. Татымына карай туз косасыздар және де 15-20 мүнөт какпагы жабык ыдыста ыстап алатын болосуздар. Татымына карай туз косатын боламыз. Бурушубуз абден куурулгандан кийин астын отун өчүрүп, содан кийин дәл осындай ыстык кезинде кыярды салатын боламыз. Астын міндетті түрде өшіруді ұмытпаңыздар. Мінекей отты өшіріп тастағаннан кейін қиярымызды салып жақсылап тұрып араластырып алғаннан кейін бетін жауып қоямыз. Болды, сонымен біздің фунчозамыздың қимасы дайын деген сөз. Міне біздің лапшамызда дайын болды. Лапшаның суын төгіп, жана қуырылған қиманы үстіне әдемілеп отырып құятын боламыз. Мен өзім қолмен араластырған жақсы көремін. Қолмен бір тегіс қылып, әдемілеп отырып араластырып аламын. Біздің фунчоза салатымыз дайын болды. Ыдысына салып, бетіне әдемілік үшін күнжіт сеуіп қойдым. Егер де дәл осы видео сіздерге ұнаған болса, лайк басып, подписка жазып, өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Назар аударғандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Мадина.